Арма қымбатты көрермен, эфирде еңбек адамы. Бүгінгі кейіпкеріміз кім? Мамандығы қандай? Бірге білейік. Мен Мекешев Асқар Набиұлы. Осы колледждің өндірістік оқыту аға шеберімін. Еңбек өтілім осы білім саласында 30 жыл екен. Жалпы менің өмірімнің бәрі осы құрылыс саласына байланысты өтті десем де болады. Әртүрлі салаларда істедім. Құрылыс нысандарын салуға прораб болдым, шебер болдым. Өмірім құрылыспен тікелей байланысты деп айтсам болады. 30 жыл аз уақыт емес. Жалпы бала кездегі арманыңыз бен құрылысшы болу? Иә, арманым десем де болады. Мен өзім мектеп қабырғасында оқып жүргенде құрылысшы болам деген менде мақсат болған. Мен жас кезімнен бастап мектеп қабырғасында оқып жүргенде жолдастарымыз бәрі, мен жанымдағы жолдастарымыз бәрі құрылысқа жақын болдық. Үйдегі анау-мынау қосалқы шаруашылықтың бәрін сол кезде өзім салып, құрылысқа деген қызығушылығым сол кезде оянған. Ол енді содан құрылыс саласына әскерде қызмет еттім. Ол да құрылысқа байланысты болды. Әскерден келген соң осы құрылыс техникумына түсіп, соны аяқтап, содан бері қарай құрылыс саласында әр саласында істеп келемін. Мен өз мамандығымды, өз саламды жақсы көремін. Сондықтан мен осы уақытқа дейін осы бір салада жүргенім тегін емес, құрылыс маған өте жақын, жүрегіме жақын мамандық мен. Асқар Набиұлы, енді бүгінде құрылыс саласының әлеуеті қандай? Қандай баға бересіз? Иә, құрылыс саласы қазір өте қарқынды дамып келе жатқан барлықтарымыз білеміз ғой. Қазір айтады ғой, құрылыс біздің экономиканың драйвері деп. Ол тегін емес шығар. Бүкіл осы барлық нысандар, көпірлер, жолдар бәрі енді құрылысшыларсыз салыну мүмкін емес қой. Құрылыс саласы қазір өте қарқынды дамыған, алысқа бармай өзімізге қаламызға келсек, ай сайын қаншама нысандар бой көтеріп жатыр. Соның бәрін біз көріп өте қуанамыз. Өйткені құрылыс саласы біздің жүрегімізге жақын сала. Асқар Набиұлы, ендеше сіздің бір күндік жұмысыңызбен танысайық. Ол үшін өндірістік арнайы шеберханаңызға өтуіміз қажет, иә? Жақсы. Келген арнайы оқыту шеберханаңыз. Иә, біздің оқу шеберханамыз. Тасқала құзыреттілігі бойынша осы жерде барлық біздің балалар облыстық іріктеуден бастап республикаға дайындық, халықаралық чемпионаттарға дайындықтың бәрі осы жерде өтеді. Біз осы жерге республикалық, облыстық чемпионаттардың конкурс тапсырмаларын барын біз өзіміздің оқушылармен осы жерде дайындаймыз. Бар өзімізге қажетті, бар мүмкіндіктің бәрі осы жерде бар. Енді мына арнайы құрылғыларды көріп тұрмыз, таныстырып өтсеңіз. Бұл енді кірпіш қалау құзыреттілігі болып болған соң, біз кірпіште қана бүтін кірпіштерді қаламаймыз. Әртүрлі формадағы кірпіштер, мысалы үшін анандай кірпіштердің бәрін біз өзіміз алдын ала бір оның өлшемімен сызып, градусын бәрін қойып, осы тас кесу станогымен жұмыс істейміз. Бұл өте әлемнің ең озық станоктардың біреуі, италиялық эксперт 400 деп аталады. Өте жақсы станок, өте қымбат, бірақ біздің колледж басшылығы бізге осы барлық жағдайымыздың бәрін істеп берген. Біздің қолданып жүрген деңгей өлшеуіштеріміз, уровень дейміз ғой, мына станоктарымыздың бары әлемдік стандартқа сай. Өйткені біз халықаралық чемпионаттарға қатысып жүрген соң, онда құрал саймансыз болмайды.
біздің құрал жабдықтарымыз өте жақсы. Асқар мырза, және әлем чемпионаттары деп айтып қалдыңыз. Ол сіз айтып тұрған чемпионат WorldSkills чемпионаты, иә? Сол жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз. Иә, біз енді WorldSkills чемпионатына өздеріңіз білесіздер, қазір өте қарқынды дамып келе жатқан қозғалыстың біреуі, оның WorldSkills'тің негізгі мақсаты осы жұмысшы мамандығын дәріптеу екен. Біздің Қазақстан 15 жылдан бастап сол қозғалысқа мүше болып енгенбіз. Әлемдік қазіргі күні біз өзіміз 16 жылдан бастап біздің колледж өте белсенді түрде қатысамыз. Біздің балаларымыз осы, мен өзім эксперт болып жүрген кірпіш қалау құзыреттілігі бойынша біз алдыңғы қатардамыз. Қазақстан бойынша біздің балалар 6 баламыз қазір чемпион атанған Қазақстанның әлемдік 3 әлемдік чемпионатқа, 3 Европа чемпионатына қатысқан. Сол балалардың барлығы осы жерден алғашқы осы кірпіш қалаудың әліппесін бәрін осы жерден үйреніп, осы жерден Қазақстанның намысын қорғауға бәріне осы жерден аттанды десек болады. Мен өзім сол халықаралық WorldSkills Қазақстан чемпионатының бас сарапшысы боламын. Халықаралық сарапшымын. Көп осы шетелден көрген, үйренген, тәжірибе алған барлық өзіміздің білімімізді, біліктілігіміздің бәрін осы жерде біз балаларға өзіміздің беруге тырысамыз. Шәкірттеріңізбен қай мемлекеттерде болдыңыз? Шәкірттермен болсам, Австрия мемлекетінде болдық, әлем чемпионатында. Польшада болдық, әлем чемпионатында. Казан қаласында болдық, әлем чемпионатында. Францияда болдық, Лион қаласында. Белоруссияда болдық, екі рет. Белоруссия туралы айтсам, біз Белоруссия қаласының құрылыс колледжінің біздің колледж арасында өте тығыз келісім шарт бар. Біз оларға екі рет барып өзіміздің оқу жаттығу жиындарын өткізіп қайттық. Балаларымыздан көп нәрсе үйрендік. Өйткені Белоруссия мемлекеті Европаға жақын ғой. Олардан біз көп нәрсе үйрендік. Осы аманшылық болса, ноябрь айында чемпионатқа Белоруссияның бас сарапшысы өзінің командасымен келіп қатысып көрмекші Қазақстанға. болса, шәкірттеріңіздің жұмысшы мамандықтарға деген қызығушылығын оята түседі, иә? Иә, өте дұрыс айтасыз. Біз енді шәкірттерімізді осы WorldSkills чемпионатында дайындау барысында ең бірінші олардың өзінің ынтасы керек. Ол ұзақ жұмыс, қиын жұмыс. Сондықтан біздің осыған келетін шәкірттеріміз өте көп. Біз олардың үстінен таңдап, олардың тәртіптері жақсы болу керек, сабақтары жақсы болу керек деген. Бұны біз айлап 6 ай, 8 айға дейін біз осында дайындық жұмыстар өтеді. Сондықтан қазір біздің балалардың қазір өздері көріп жүр, осы WorldSkills'қа қатысып жүлде алған балалардың бәрі қазір шетелге баруға барлығының мүмкіндігі бар. Мысалы үшін жай қарапайым балалар Франция, Австрияға қалай барады? Ал бару мүмкіндік әр студентке берілген, өздерін жақсы жағынан көрсеткен мықты шебер болса, неге бұл бармасқа? Әртүрлі біз іріктеулерден өтеді. Мысалы, колледжшілік іріктеу бар, облыс бар, республика бар. Содан өткендер Қазақстан командасының құрамына кіреді. Бірақ нәтиже де жаман емес. Нәтиже де жаман емес. Біз 23 жылы Белоруссия мемлекетінің ашық чемпионатына қатысып,
жүлделі екінші орын алып қайттық. Тамаша. Биыл да біз Дания мемлекетінде қыркүйек айында өтетін чемпионаттан үлкен үмітіміз бар. Өйткені Нұралы деген біздің оқушымыз өте мықты бала, Қазақстанның 20 жылғы чемпионы. Былтырғы әлемдік чемпионатқа қатысқан Францияда. Биыл жүлде WorldSkillстан аламыз деген үмітіміз. Сәттілік тілейміз. Сәттілік, рахмет. Асқар Нәбиұлы, 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы. Сіз бұл жылдан не күтесіз? Қазір жұмысшы мамандығы деген, мен өзім түсінігім бойынша, қазір өте біздің дамып келе жатқан экономикаға өте қажетті, білімді, білікті жас мамандарды, жұмысшы мамандықтарын дайындау. Енді оның жанында қазір сіздердің осы бүгінгі түсіріп жатқан түсірімдеріңіздің өзі сол жұмысшы мамандығын дәріптеу дегеннің бір көрінісі деп ойлаймын. Енді оған жұмысшы мамандығы қазір жұмысшы білікті маман өте қазір керек. Біздің экономикамыз қарыштап дамып келе жатыр. Қазір өндіріске жаңа қондырғылар, жаңа тағы да техникалардың бәрі қолданылып отыр ғой. Қазір бізге білікті, білімді жас мамандар өте қажет. Құрылысшы болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Құрылысшы деген ол табарлықты, еңбекқорлықты өте керек қылатын мамандық, жақсы мамандық. Мысалы, құрылысшы, оның ішінде мен өзім мамандығы тас қалаушыны айтсам, ешқандай құрылыс нысаны кірпіш қақалаусыз көзге елестету мүмкін емес қой. Сондықтан ол енді оған ерінбеу керек. Құрылысшы болу үшін оның жұмысы жеңіл емес, табанды болу керек. Қазір енді тас қалаушылар құрылыс нысандардағы ең жоғарғы жалақы алатын мамандықтардың біреуі. Енді адамның өзі еңбегіне қарай өзі жалақысы солай болу керек қой. Суық айларда да жұмыс істеу керек. Ол енді құрылысшылар күн суық деп отыра алмайды, өздеріңіз білесіздер. Қыс айларында да жұмыс әрі қарай жалғаса береді. Қазір өздеріңіз байқасаңыз, қаладағы бой көтеріп отқан нысандардың ешқайсысы қыста тоқтап қалған жоқ. Сондықтан ол шыдамды болу керек деп жатқанымда сол ғой. Құрылысшы мамандығы айтады ғой, ең бейбіт мамандық деп. Ол енді әр уақытта құрылыс деген өмір болған, ол құрылыс деген тоқтамайды. Құрылыс әр уақытта керек. Құрылысшы мамандығы деген мен өзім мамандығын өте жақсы көремін, сүйемін. Бүкіл өмірім осы құрылысқа байланысты өтті. Енді дәл осы мамандыққа қызығушылығы бар жастардың шеберлігін қандай деңгейде бағалайсыз? Қазіргі осыдан мен айтайын, 5-7 жыл кейінгі уақытпен салыстырсам, қазіргі жастардың қызығушылығы бар. Оның бәріне WorldSkills қозғалысы. Мысалы, өздеріңіздің насихаттауларыңыздың арқасында қазір жастардың деген құрылыс саласында, бұрын құрылыс саласында байқасаңыздар, үлкен 40-тан асқан адамдар ғана істейді. Қазір байқасаңыздар, барлығына әрлеу жұмыстарында, қалау жұмыстарында жастар деген өте көп біз байқап жүрміз. Оның өзі, мысалы, балалардың қызығушылығы оянған деп ойлаймын. Табыстары да жақсы олардың. Асқар Нәбиұлы, еңбек адамы дегенді қалай түсінесіз? Еңбек адамы деген мен өзім ойлаймын. Ол өзінің табысын адал, таза, маңдай терімен тауып жүрген адамды мен еңбек адамы деп өзім ойлаймын. Өйткені еңбек адамы атын айтып тұрғанда ол өзінің қолымен, өзінің маңдай терімен таза келетін табыс деп ойлаймын. Менің түсінігім бойынша еңбек адамы сол. Асқар Нәбиұлы, бүгінгі шығарылымда біз сізді еңбек адамы ретінде танып, арнайы оқу орныңызға келіп жұмысыңызбен танысып жатырмыз. Енді біздің бағдарламаның өзіндік бір шарты бар, ол нағыз еңбектің адамымен фотосуретке түсу. Демек, сіз біздің бағдарламаның тарихында еңбек адамы ретінде есте қаласыз. Көп рахмет сіздерге. Шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, ендеше өзіңізбен суретке түсейік.